Сәлеметсіз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы. Біз парковка жасап жатырмыз. Так, мына машинаның жанына қазір қояқ деп жатырмыз, әдеттегідей. Ал енді кеттік та. Кеттік. Мына айнадан көріну керек қызыл машина. Жүре берейік. Сол арқылы біз қараймыз да, тиеміз ба, тимейміз. Қазір көріп тұр ғой, тимейміз, а? Бұның бұрышы өтіп кетті. Енді бұл машина бізге не интересно, ана машинаға қарау керек. Өйткені ар жақта машина тұруы мүмкін, а? Так, енді параллельно болғанша. Так, примерно параллельно болды қазір. Мына машинаға біз параллельно болдық та. Енді не істейміз, рульді орнына қояйық та. Енді бізге мәселе арт жақта көрдіңіз ғой мына жерде. Стена тұр. Жоқ. До конца ары қарай бармаймыз, жолдың үстінде тұрып қалдық. Мына қызыл линия неге жетпей тоқтауымыз керек. Ақырын жүрсек, қызыл линия жетпей тоқтауымыз керек. Так, жүре берейік. Вот так. Ага, все. Мына жерде камерада көрініп тұр. Камерада шетінде көрініп тұр ғой, шеті ол деген біздің бампер. Значит, бампер почти тақалды деген сөз ғой. Иә. И жаңа мен айтқан нәрсе, мынаны ұмытып кетпейік. Қоя қойып. Әтке ұмытып кетіп тормоз жібересек, ары қарай машина жүріп кетеді. Осылай парковка жасадық. Енді қазір шығып кетейік. Оңға қарай поворот жағып. Мынаны саламыз дағы. Екі жаққа қараймыз, машина жоқ па. И мына нені айна біраз өтіп кетсін, кішкене бір жарты метрде өтіп кетсін, содан кейін бір рульді бұрамыз. Енді бұрамыз. Тоқтап тұрып рульді бұрып аламыз до конца. Енді кеттік. Сонда мына жер бізге тимейді. Бұрышы тимейді. И ана бір қоршау тұр ғой, сол қоршаудың ішіне кіріп кетейік қазір. Сол жақ поворот жағыңыз. Қоршауға прям кіріп кетейік ішіне. И ана бір қоршауға бойында тұр ғой машиналар. Параллельно, сол параллельно қоямыз қазір. Иә. Бірақ былай просто условно бізге былай дейміз. Бұл машинаның артында көп машина тұр, бірақ орын бар. То есть мына жердің бәріне машина тұр деп есептейік та. Значит, біз осы RAV4 деп тұр ғой, соның артына қоямыз. То есть мына жерде бірақ орын бар деп есептейікші. Значит, тура жаңа сәттегі ақырын мынаның қазір бұрышын, опять ана артқа әйнектен көреміз. Көргенше так. Көрдік па қазір? Так, мен де қазір қарайыншы. Дұрыс қарап жатсыз ба? Так. Бүйтіп қарағанда тура бұрышы көрінді да, дұрыс аға. Енді жаңа сияқты тура задний ход, рульді барынша бұра береміз, до конца. И арқандап жүреміз. Егер артында бізде машина тұрса, онда біз ана айнаға қарайтын ек қазір стоп. Примерно 45 градусқа осылай бұрамызда тоқтаймыз, е. Так, рульді исходный положение қойдық, енді арт жақтан арқандап жүре береміз. Жай, ақырын жүр, жай. Өйткені машина арт жаққа жылдам кетіп қоя берді. Енді қараңыз, мына айна қазір примерно бұрышына келді. Көрдіңіз бе? Енді рульді ар жаққа до конца бұрамыз. Ар жаққа до конца. И ақырындап жібереміз тұрмыз. Жай. Резко жүріп кетпейік, жай жүріп. Өйткені машина артқа қарай тез жүріп кетеді да. Так, вот. Көрдіңіз, қазір параллельно болды. Еще так, чуть-чуть грамм, чтобы параллельно болсын. Все, енді исходное положение рульді қоямыз мен жаққа. Енді бүйтіп қарасақ, мынаның дөңгелегі көрініп тұр ма? Алдыңғы. Бүйтіп көтерілу керек, бүйтіп қарау керек. Егер дөңгелек көрініп тұрса, онда чуть-чуть біз одан алыс тұрмыз. Значит, мынаны тыға қояйық та. Иә. Өстіп бүйтіп көтеріліп тұр прямо. Алдыға жүрек. Дөңгелегі тығылып қалған шығар. Көрінбеу керек, иә? Иә. Все, енді тоқтаймыз да парковка қоямыз. Енді мысал үшін біз өзіміздің дворда сөйтіп қойдық қой, елдер енді ұрыспау керек қой, мына алыс қойып қойыпты деген. Соң шығып көрейік, өтінсе қарайық. Иә, өзіңіз көрмейсіз бе? То есть мынау шамамен 1 метрден аса тоқтап тұрмыз ғой, ол достаточно. Мына машинамыз осыны арт жаққа шегінеді.